Мұсылман адам үшін қасиетті болған жұма күні біз қандай құлшылықпен айналысуымыз керек, қандай зікірлер айтуымыз керек, және де қандай дұға жасауымыз керек. Бұл сұраққа имам ан-Науави өзінің мынау әзкар деген еңбегінде келесідей жауап береді. Юстахаббу ан юксира фи яумиха ва лайлатиха мин қираатил Құр'ан вал әзкар ва дауат дейді. Осы күннің бір күнінде және де оның түнінде Құранды оқуымыз керек дейді. Зікірлерді көптеп айтуымыз керек және де көп дұға жасауымыз керек дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауатты көбейтуіміз керек. Ва яқрау суратул кахф дейді. Кахф сүресін біз оқуымыз керек. Қай уақытта? Сол күннің мына бір түнге дейінгі бөлігінде. Сахих Бухари мен мынау Сахих Муслимде келген Абу Хурайрадан радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір сөздерін келтіреді. Жұма күні бір сағат бар дейді. Егер де мынау сол сағатқа мұсылман адамның дұғасы тұспа-тұс келетін болса, Алла Тағала оның дұғасын қабыл етпей қоймайды дейді, қараңыздар. Демек, мынау жұма күні біз көптеп дұға жасауымыз керек екен. Және де ол бір сағатты Алла Тағала оны жасырып қойды. Ендігі мынау біздің жасайтын көптеп мынау дұғаларымыз осы бір сәтке ілігіп кетуін, осы сәтке тұспа-тұс келуін біз мынау үміт етеміз. Ва анна касиран минас сахаба ала аннаха ба'дал аср дейді. Енді көптеген сахабалар жаңағы бір сағат дедік қой, сол сағатты асырдан кейін деп меңзеген дейді. Шамамен асырдан кейін деп айтқан дейді. ما رويناه في صحيح المسلم ديت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай деп айтқанын мен естідім дейді. Абу Муса аль-Аш'ари айтады. هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ديت يعني أجلس على المنبر. Мынау имам мінберге шыққан уақытында, сол мінберде отқан уақытында мына бір сол уақытқа тұспа-тұс келеді деп айтқан дейді. Мынау имам ан-Науави келесі хадисте былай деп келтіреді. Анас радиаллаху анхудан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мына бір жеткізгені: "Мен қала сабихата яумил джум'a" дейді. "Қабла салатил ғада", мынау жұма күні дейді, таң намазына дейін егер де бір адам былай деп айтатын болса дейді: "Астағфируллахаллази ла илаха илля хуал хайюл қайюм ва атубу илайх" деп мынау 3 рет айтатын болса дейді, онда ғафараллаху лаху зунубаху валау канат мисля забадил бахр дейді. Алла Тағала оның күнәләрін кешіріп жібереді дейді. Ол мынау күнәләрінің мөлшері мынау теңіздің бетіндегі көбік болса да дейді. Алла Тағала оның күнәләрін кешіріп жібереді дейді. Бірақ қандай шартпен? Таң намазына дейін сол жұма күнгі мына бір дұғаны 3 рет айтатын болсақ дейді. Астағфируллахаллази ла илаха илля хуал хайюл қайюму ва атубу илайх деп мынау 3 рет айтатын болсақ. Тағы да имам ан-Науави келесі сөздерді келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты дейді. "Мен қира'a ба'да салатил джум'a". Енді жұма намазынан кейін біз қандай құлшылықтарды жасай аламыз? Енді кім мынау жұма намазынан кейін "Қул хуаллаху ахад", "Қул а'узу бираббил фалақ", және де "Қул а'узу бираббин нас" мынау 7 рет оқитын болса дейді, "А'азаллаху азза ва джалла биха минас су'i илал джум'атил ухра", Алла Тағала оның мынау келесі жұмаға дейін немесе бір басқа жұмаға дейін Алла Тағала оны мынау өзінің жәрдемінде қылады, Алла Тағала оны сақтап қояды дейді, қараңыздар. Демек, мынау жұма күннің осы бір қасиеті, осындай бір дұғалармен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен, Құранды көп оқумен егерде толтыратын болсақ, Алла Тағала осы күнге өзінің кешірімін жасырып қойған екен, қараңыздар. Ва юстахаббу иксару мин зикриллахи та'ала ба'да салатил джум'a. Және де жұма намазынан кейін мұстахаб болады дейді, Алла Тағаланы көптеп зікір қылу дейді.
Ол қандай сөздермен? Субханалла, Алхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха иллалла, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деген мынау сөздермен біз Алла Тағаланы зікір қыла алады екенбіз. Демек, осы сөздерді біз мынау айтып, біз Алла Тағаланың кешіріміне, бәлки мынау лайықты құлдардан болады екенбіз. Алла Тағала баршаларыңыздан разы болсын.